Құрметті әріптестер, қымбатты ата-аналар және студенттер, сіздерді бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Біздің колледж бәсекеге қабілетті маман дайындаудағы нәтижелі еңбегінің арқасында 2018 жылы жоғары колледж статусына ие болса, биылғы жылы арқа халықаралық аккредиттеу және білім беру сапасын сараптау бойынша тәуелсіз агенттігінің институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуінен өтіп, тағы бір мәрте колледж имиджінің жоғарылауына қол жеткізді. Жоғары танымдық сипатқа ие оқу орнына арман арқалап, ағылған жастардың саны жыл сайын артып, олардың үкілеген үміттері ақталып келеді. Бастысы, тәрбие мен сапалы білімнің арқасында еліміздің білікті азаматы болып қалыптасқандарын зор мақтанышпен айта аламыз. Бүгінгі күні колледж ұлағатты ұстаздармен толыққан, ұжым татулығы мен бедел биігінен көріне білді. Ата-ана аманаты ақталып, жұртшылық сенімі арта түсті. Мұнайлы өлке Атыраудың құшағында орналасқан Каспий өңірінің қазіргі заманғы жоғары колледжіне биылғы оқу жылында жаңа леп қосылғалы тұр. Осыдан 2 ай бұрын колледж табалдырғанда білім алып, бүгінгі күні жас маман атанып, бір қатар түлектеріміз алтын ордасынан самғап шыққан болатын. Ал қазіргі сәтте алдыңғы буынның ізін жалғап, үлкен арман әлемін шарлап, жоғары колледжге түссем деген ізгі ой қалықтаған талапкерлер үлкен тебіреніспен жаңа өмірге қадам басты. Сіздер бүгіннен бастап Каспий өңірінің қазіргі заманғы жоғарғы колледжінің студенті атандыңыздар. Заман талабына сай, білім ғылыммен қаруландырып, бәсекеге қабілетті маман дайындауда өз жолы бар Каспий өңірінің қазіргі заманғы жоғарғы колледжінің таңдағандарыңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Сіздердің келгендеріңіз жаңа толқын. Жаңа толқын алдыңғы толқыннан да биік болады. Сондықтан да сіздердің білім жолындағы нәтижелеріңіз аласармайды деп сенемін. Сіздерге жаңа шыңдарды бағындыру жолында сенімділік, қайраттылық және жігерлілік, ал ұжым оқытушыларына жұмысқа деген шығармашылық құлшыныс тілеймін. Және еліміздегі індетке байланысты жаңа оқу жылы қашықтықтан оқыту арқылы жүзеге асырылатындықтан жауапкершілік танытуға шақырамын. Мереке құтты болсын. Уважаемые коллеги, родители и студенты, поздравляю вас с началом нового учебного года и с Днем Знания. Наш колледж, благодаря упорному труду, в 2018 году получил статус высшего колледжа, а в этом году успешно прошел международную аккредитацию АРКА, который оценил качество знания и повысил имидж колледжа. С каждым годом увеличивается число молодежи, которые желают поступить и закончить наш колледж. Мы гордимся, что наши студенты в стенах колледжа получают достойное воспитание и качественное образование. На сегодняшний день коллектив колледжа – это высококвалифицированные преподаватели, которые стараются оправдать надежду родителей. Выпускники, которые 2 месяца назад закончили наш колледж, являются молодыми специалистами по всей специальности. Для абитуриентов, которые мечтали поступить в наш колледж и последовать за предыдущим поколением, начинается новая жизнь. С сегодняшнего дня вы являетесь студентами Прикаспийского современного высшего колледжа. Выражаю огромную благодарность, что выбрали наш колледж, который снабжен современными знаниями, готовит высокообразованных специалистов. Вы, надеюсь, внесете новую волну в развитии и верю, что ваши начинания будут успешными. В достижении своей цели желаю вам проявить терпение, а коллективу творческих успехов в новом учебном году. С праздником всех! Кездессе сансыз сынағы, өмірдің білім шырағы, құбылға бар кез шығады, таңқың алда. Жастықтың лаулап жыр әні,
Мөп-мөлдір сезім тонады, асқақтап мәңгі тұрады алтын орда. Біз білім орда жастары, біз болашақтың бастауы, біз кәрі Каспий айнасы, сен колледжіміз жайнашы, білім ордасы. Орнатып мақсат тілегін, жаныты талай жігерін, тек алға басу білемін салты болған. Қорғаным қамал тірегін, мақтанар әрбір тілегін, сенбесе соғар жүрегім алтын орда. Біз білім орда жастары, біз болашақтың бастауы, біз кәрі Каспий айнасы, сен колледжіміз жайнашы, білім ордасы. Ты прикаспийская звезда, дом знаний ты для нас одна, студентам яркая заря, наш ПСК. Как птица высоко пари, и людям знание дари, всегда тебя благодари, наш ПСК. Мы молодежь своей